Аға ұрпақ өкілдерін қарттар күнімен Ридзердің жастары да құттықтады. Жастар ресурс орталығының мамандарымен бірге ардагерлерді түсіруші тобымыз барып құттықтады. Шуваев Георгий Сергеевич Ридзердің ең жас ардагері. Ұлы Отан соғысының ардагері 10 қазан 1927 жылы туған. Бірер күннен кейін ол өзінің 93-ші туған күнін атап өтпек. Қиыр шығыста, Кавказда, Әзірбайжанда соғысқан. Ұлы Отан соғысының 2-ші дәрежелі орденімен марапатталған. Георгий Сергеевич соғыс жылдарындағы және еңбек жолындағы естеліктерімен бөлісті. Қазіргі жастарға бейбіт аспан және еңбек етуден қорықпауларын, ерін-беулерін тіледі. Қазіргі өмір мүлдем өзгерген. Қазір жастарға қатты қысым жасауға болмайды. Мен жастарға ең бастысы еңбек етулерін тілеймін. Жұмыс ол өмірде ең бастысы. Жұмыс ол денсаулық. Жұмыс ол өмір. Забегалина Евдокия Юдовна, Ридзердің ұзақ жасаушысы, наурызда 100 жылдық мерейін атап өтті. 1920 жылы Поперечная ауылында туған. Көп балалы отбасында, 12 баланың арасында өскен. Евдокия Забегалина өзі 4 бала өсірген. 10 немересі, 10 шөбересі және шөпшегі бар. Ғасырлық шептен асып, Евдокия Юдовна қарттар күнімен құттықтауларды қабыл алып, зор денсаулық, ұзақ өмір тіледі. С вас с праздником. Спасибо вам, девочки. Желаем вам крепкого здоровья, хорошего, самое главное, настроения и позитива.